Бүгінгі арнадағы шығарылым соңғы шығарылымның жалғасы іспеттес. Сол жердегі айтылған зікірді тағы бір басқа қырынан ашуға осы тақырыптың жазылуына түрткі болды десем де болады. Жалқаулықты жеңгің келе ме? Жалқаулық көрсе қызар ашу мақтан, арамдық өтіріктен ерте сақтан, күні бұрын жуытпа маңайыңа, есер есірік ынжықтық солар жақтан. Ағаштарды құрт қалай жегідей жесе, жалқаулық пен еріншектік те адамды құртатын жағымсыз сипаттар. Осы жағымсыз сипаттар жайлы пайғамбарымыздан бастап қазақтың ақын жазушыларына дейін айтып кеткен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: үмбеттерім үшін ең қатты алаңдайтын жайларым қарын шығарып семіру, ұйқышылдық, жалқаулық және өзінің әлсіздігіне сенімді болу деген екен. Еріншектік бұл адамның жұмыс жасауға немесе әрекет етуге деген ынтасының болмауы. Еріншек адам кейде жұмыс істегісі келсе де, бірақ қандай да бір себептермен әрекет етпейді. Ал жалқаулық бұл адамның жалпы түрде еңбек етуге бейімділігінің болмауы. Жалқаулық адамның өмір салтына айналуы мүмкін, яғни ол үнемі еңбектен қашуға, жауапкершіліктерден бас тартуға бейім. Жалқаулықтың себебі көбінесе адамның тәртібі мен дүниетанымында жатыр. Қалай ойлайсыз, жалқаулықты жеңуге бола ма? Иә, жалқаулықты жеңуге болады. Бұл процесс уақытты, күш-жігерді және мотивацияны талап етеді. Бірақ белгілі бір стратегиялар мен әдістерді қолдану арқылы оны жеңуге мүмкіндік бар. Жалпы ойым, әрбір істі жасауға ниет пен қатты ықылас керек және мақсат, жүйелі жоспар керек деп ойлаймын. Жалқаулықты жеңуге көмектесетін бірнеше кеңестер мыналар. Бірінші, мақсаттарды анықтау. Нақты өлшенетін және қолжетімді мақсаттар қойыңыз. Мақсаттар сізге бағыт береді және мотивацияңызды арттырады. Екінші, кішкентай қадамдар. Үлкен тапсырмаларды кішкентай басқарылатын бөліктерге бөліңіз. Бұл сіздің әрекет етуіңізді жеңілдетеді және прогресті көруге мүмкіндік береді. Үшінші, уақытты жоспарлау. Күнделікті немесе апталық жоспар жасаңыз. Уақытты тиімді пайдалану үшін міндеттеріңізді алдын ала белгілеңіз. Төртінші, мотивация көздері. Сізді ынталандыратын нәрселерді табыңыз. Бұл кітаптар, мақалалар, подкасттар немесе адамдар болуы мүмкін. Бесіншіден, жағымды орта. Жұмыс істейтін ортаңызды ұйымдастырыңыз. Тазалық пен тәртіп жұмыс істеуге ынталандырады. Алтыншыдан, демалыс. Уақытында демалыс алыңыз. Шаршау мен күйзеліс жалқаулықты арттыра алады. Жетінші, денсаулық. Дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік және жеткілікті ұйқы жалқаулықты жеңуге көмектеседі. Сегізіншіден, өзін-өзі бақылау. Өз жетістіктеріңізді бақылап отырыңыз. Бұл сіздің прогрессіңізді көруге және мотивацияны арттыруға көмектеседі. Тоғызыншы, жауапкершілік. Біреуге өз мақсаттарыңызды айту немесе достарыңызбен бірге жұмыс істеу арқылы жауапкершілікті сезініңіз. Жалқаулықты жеңу бұл процесс. Сондықтан шыдамды болыңыз және өзіңізге уақыт беріңіз. Енді ақын жазушыларымыздың қара өлеңдерінен үзінділер. Шәкәрім атамыздың еріншек өлеңі. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуа алмас, харекет жоқ, ғылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар, аналар да жүр ғой деп біреуді мысал қылғызар. Тұрайын десең жатқызар, буынды сөйтіп қатқызар, орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. Мен емес пе сабырың, жаныңа тыныш тамырың, асықпа деп алдайды, қазулыма қабірің. Құдайдың дейді күні көп, асыққан істің міні көп, аз ғана рахат қылсаңшы, істерсің ертең мұны деп. Осымен ақ жүре сал, мына бір жерге кіре сал, бір жырымың үзілсе, қанжығаңмен іле сал. Тарамыз қайда, біз қайда, асығыстан не пайда, тігіп ала қоярсың, біз табылған бір жайда. Ораза намаз келеді, оған да ақыл береді,
кешірер деп Құдайың, рахметі күшті деп еді. Шақырмай-ақ қой азанды, кешеді Құдай жазаңды, жай оқысаң болмай ма, кетіре бермей мазаңды. Сонымен қалсаң алданып, ұмтылмасаң қамданып, жалқаудың құлы болғаның жатпақ үшін жалданып. Шаруада көп басыңда, көндіру керек жасыңда, қылайын десең харекет, еріншек отыр қасыңда. Және айтады ақылды, қысып қояр тақымды, тілімді алсаң тек отыр, менің сөзім мақұлды. Жас басыңнан аптықпа, кіре берме боқтыққа, өмір өзі-ақ береді, тағдырға қарсы соқтықпа. Құлақ қойсаң сөзіме, пайда айтамын өзіңе, арқалатпа бейнетті, қызық көрер кезіңе. Бейнетке жаның шыдай ма, осы сөзім ұнай ма, пендесін аштан өлтірмес, қарсы болма Құдайға. Мұның сөзі мақұл деп, айтқаны дұрыс ақыл деп, харекетсіз кеткенің жай іздермен ақыр деп. Бұл сөзді ұғып жас кетті, ішіп алып мас кетті. Бар керектен айрылып, еріншек деген қас кетті. Еріншектің қақпаны, көрінбей көзге жатқаны, біреу оған ілінсе, оны Құдай атқаны. Іс қылдырмас еселі, ең білімнің кеселі, кірсе бойдан шығу жоқ, күн сайын өсер бес елі. Төбені сөйтіп теседі, орныққан сайын өседі, ғибадат жоқ, өнер жоқ, бәрінің жолын кеседі. Даулассаң желдей еседі, өз айтып өзі шешеді, үйір болған кісілер жан тыныштық деседі. Жан тыныштық бұл емес, жан дененің құл емес, өзің байлап бересің, жан жұмысы ол емес. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Бұлар кім? Бұлар кім? Үсті басын мұнар жапқан, жалқаулық бір-бірінде алты батпан, аяғын алға қарай бір баспайды, жолына құрылғандай алмас қақпан. Өзара жанжалдасып қанға батқан, ішінде түрлі бітіне толып жатқан, басқаны өз қарнынан ойламайды, мал берсе ары түгіл жанын сатқан. Құдай бере көр деп тыныш жатқан, тағдырға барлық ісін үйіп артқан, өзі жатып Құдайды жұмсамаса, кәпір болдың дейтұғын молда тапқан. Жау болып бірін-бірі күнде шапқан, жасы қарты бәрі де бәле баққан, соқырға жан тәнімен басын ұрып, көздісін көмір қылып отқа жаққан. Ауруы оңалмастай түрі жаман, түсінтер бұларды айтып қандай адам, екенін дұрыс-бұрыс біле алмаймын, береді бұлай жауап біреу маған. Көрінген сіздің көзге нашар жандар, болады жалқау надан мұсылмандар, ұжмақтан ай мен күндей хорды күтіп, басқаға кең дүниені ұсынғандар. Бұлардың түрік еді арғыз аты, жиһанды тітіреткен салтанаты, бұл күнде азып тозып күлкі болған, бұларда сол түріктің жұрағаты. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Кедейліктің арқаны. Балалар, жалқау болма, шабан тартып, ілгері ұмтыла бас күн артып, арқаны кедейліктің еріншектік желкеңнен жібермейді мықтап тартып. Қайрат қыл жалқаулықтың жібін үзіп, көрген жан түңілмесін күдер үзіп, бойыңа жалқаулықты үйір қылсаң, жүресің көрінгенге көзің сүзіп. Мал көзде, ертеңді кеш ұйқыңды бөл, кім жұмсаса ұшып жүр, қайтарма тіл, басы білгіш елгезекке кедейлік жоқ, кежірлік кедейліктің ордасы біл. Мал көзде, ертеңді кеш ұйқыңды ашып, ой бөлінсе кетеді ұйқы қашып. Ілгері баспайтынды ертеңді кеш орнынан тұрғызбайды ұйқы басып. Кер кеткенге болады кедейлік өш, бір еңсеріп әкетсе бермейді күш, аяғың мен қолыңды жіпсіз байлап, ұйқы үстіңнен басады ертеңді кеш. Пайда болар бір мінез сасық бектік, ар жағында жоқтықтан асыл тектік, қояншықтай бір ауру ұстамалы, кернеп кетер өн бойын еріншектік. Шын жақсының ойында болмас кегі, тіпті ойында болмайды зат пен тегі. Ішіп жейтін асынан құр қалдырар, қырық қаңтару кедейдің еріншегі. Жұмсағанда тіл алып ұшып жүрсең, аз ішіп аз ғана жеп ұйқы бөлсең, көздей тесік болады саған көлдей, сүп сүйкімді боласың шықсаң кірсең. Боқ ұстасаң қолыңа жұғып қалмас, сыйлы қылар басыңды іске тырмыс.
Жігітлікте іс қылсаң жаннан кешіп, төр алдында отырып жерсің жамбас. Өш боларсың ұйқымен болса санаң, кедейлікпен жағалмас келсе шамаң. Ұйқымен жалқаулықты үйден қусаң, ешкімге көз сүзбейді қатын балаң. Безерленер кедейлік белде ұстап, бас салар еріншекті ұйқы қостап. Құдайы салды, мен көндім дегеннен соң, сенен қолын үзбейді жайлап қыстап. Күн бұрын бекітіп бақ келер жолын, үйіңнің белдеуінен ажырат қолын. Үйіңе кедейлікті бір түнетсең, бермейді ел көшкенде жұрттың соңын. Міне достар, бұл өзіміздің ақын жазушыларымыздың осы еріншектік, жалқаулық сипаттарына қатысты айтып өткен өлеңдері. Былай қарасаңыз, өте астарлы, түсінген жанға ой салатын, естіген жанды бірден іске көшіретін өлеңдер деп білемін. Сондықтан осы бүгінгі шығарылымды бір емес бірнеше қайтара тыңдап, осындай әрекеттерге көшуді мақсат тұтсақ, жаман болмас едік деп ойлаймын. Жоғарыда айтылып өткен бірнеше кеңестермен қатар, жалпы кез келген жағдайдың тек қана салдарымен күреспей, оның себебін анықтауымыз керек. Жалпы бұндай жағдайда жалқаулық пен еріншек болғанда бір нәрсені жасағың келеді, бірақ оны жасағың келмесе, демек оның да бір себебі болу керек. Сондықтан өзімізге үңіліп, мақсатымызға бір үңіліп, мақсатымыз айқын әрі дұрыс болса, оған адамның қызығушылығы жоғары болса, жалқаулық пен еріншектікті артқа тастап, кез келген істі тойтара кіріседі деп ойлаймын. Қазақта айтып жатады, бірінші байлық денсаулық деп. Сондықтан мұндай жағдайда да ең бірінші жалпы жылына бір рет адам чекап денсаулығын өткізіп тұру керек. Мүмкін денсаулығымызға, яғни ағзамызға белгілі бір дәрумендер тобы жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан адамдар шаршау, ұйқысыздық, сондай жалқаулықтар мазалауы мүмкін. Сондықтан осындай жағында ойлап қойған абзал деп ойлаймын. Адамға күнделікті күш, қуат, энергия қажет. Мысалы, адам белгілі бір нәрсені ойлағанның өзіне де оған энергиясы, күші кетіп жатады. Сондықтан дұрыс нәрсені мақсатқа қойып, оны жоспарлап, жүйелі жасауымыздың өзіне дұрыс болса, егер қызығушылық мақсатымыз бәрі сәйкес болып жатса, онда тіпті энергия, күш, қуатымыз артады. Ал егер ол нәрсе өзіңнің мақсатыңмен, жаңағы жүйелеген жоспармен сәйкес келмей жатса, онда энергияң керісінше сарқылады. Сондықтан бұл жерде денсаулықты да ойлап қойған дұрыс деп ойлаймын. Бүгінгі арнадағы шығарылым соңғы шығарылымның жалғасы іспеттес. Сол жердегі айтылған зікірді тағы бір басқа қырынан ашуға осы тақырыптың жазылуына түрткі болды десем де болады. Ол мына тұсы: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Алланы еске алғандардың ең жақсысы еді. Жаратушы оны өзіне алып кеткенге шейін оның тілі әрдайым Алланы зікір ететін. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деп айтқан: кімде-кім күніне 100 мәрте Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир. Алладан басқа құдай жоқ, ол жалғыз, оның серігі жоқ, ол билік иесі, оған мақтаулар болсын, және ол барлығынан құдіретті деп айтса, ол 10 құлды босатқандай сауап алады. Және оған 100 жақсы амалдың сауабы жазылып, 100 күнәсі өшіріледі. Айтқан зікірі сол күні кешке шейін шайтаннан қорғаушы қалқан болады. Және одан көбірек айтқаннан басқа ешкім соншалық жақсы іс жасай алмайды. Міне осы зікірді таңда 10 рет, күні бойы 100 рет оқу керек, және жалқаулық басқанда 10 рет оқу керек екен. Әрине ең бастысы ниет болса болғаны. Міне осы зікірді және жоғарыда айтылып өткен кеңестерді жасай отыра, осындай шұңқырдан адам өзін өзі алып шыға алады деген үміттемін. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.